Ne istiyorsunlar? Ha, kaldırındır mı ne? Ya bulay bolsun әңгіме bulay болады енді. Жақында ораза болды. Ораза айт болды. Сонда шариат тұра. Ең жерде бұл енді. Шариат туралы айтамыз бақма. Шариат айтқанда қыздарың келе жоқ сендер бара беріңдер. Иә. Бара беріңдер. Сендер бергіңдер. Сендер өзі. Ей. Оны концерт болады деп жүрген жоқ қой. Кіріп шығып. Қалай? Сендер жасың? Молодец. Құдайға сенесіңдер ме сендер өзі? Құдайға сенесіңдер ме деймін? Бісміллә сенеміз. Сендер өзі Құдайдың бар екенін білесіңдер ме? Алхамдулилля. Білеміз. Алхамдулилля. Мұсылмансыңдар ма? Мен өзі бұрын коммунист болған едім да. Енді кешегі оразада мен сендім ме Құдайдың бар екеніне. Ой, Алла, Құдайдың бар екенін, Құдайдың кереметтігіне сендім мен. Құдайдың кереметтігі Алла Тағаланың мынау адамды жаратқанда, осы адамдар бір-бір хайуанға ұқсатып жаратып қойған екен да. Мысалға осы отырғандар, мынау сендер барлықтарың бір-бір хайуанға ұқсайсыңдар. Мысалы мен қазір айтайын Жүке. Сен Нұржан айтып, Рысбек сен айтып. Осы сен Жүке қара, Рысбек қандай хайуанға ұқсайды? Ұқсайды бір хайуанға ұқсайды. Қоқытан. Тырна. Жоқ, неменеге өкіп келіп тұрсың? Бәрі ұқсайды, бәрін ұқсатып жаратып қойған. Алла Тағала. Керемет қой, кереметтігі ғой. Мысалға мына Нұржан, сен айтың. Кім мен ба? Нұржан қандай хайуанға ұқсап тұр осы? Сары шошқа. Торай. Көрдің ба, әне? Сен өкпелеме, сен өзіңді жасаған болсаң, өзіңді әдемі сұлу қылып жасар ең. Алла Тағала жасаған ғой. Осылай қылғанда. Мысалға мінекей Жүкеңнің өзі неге ұқсап тұр? Еріктің бағындай зеңдіп. Шибөрі. Шакал. Қазір шақал. Орысшасы. Сендер режиссерларыңды шибер деп тұрсыңдар ма қазір? Бізді айтты. Ашуға қылады ма қазір? Сен өкілік болсын қазір? Шибер деп. Шакал деп. Қорқпай қойыңдар, бұл іштей қылмайды. Мен тұрғаннан кейін ағып айтыпсың. Бет қойса қашып кетті қазір. Көрдің бе? Бері қара. 4 баланың әкесін шакал деп. Шибері деп. Ұялмайсыңдар ма? Қандай шибері? Мінекей, қандай шибері? Иттің күшігі. Қандай ит деген ит ғой кішкентай. Звонок. Қалтаға салып жүреді. Жаман міне. Сен қолыңды көтерші. Кім? Қолыңды көтер. Былай ма? Реңді бұзын құрап тұрып. Деші. Кинг-Конг. Орангутан. Не деп? Не депсіңдер? Мен директормын ғой міне. Мен директор. Жақсы хайуаның ауыздарына түспей қалмайсыңдар? Бір арыстан осылай. Болады ғой бұлай? Әзіл ме деп? Әзілдес. Болады ғой директорлар бұлай. Аққу. Аққуды қыздар қайтады ғой? Мен саған қыз болдым ба сонда? Мен саған қыз. Аққудың еркегі. Сондай дұрыс сөз. Жақсы ойлағыр. Не болды? Сондай, жақсы. Болды бітті. Хайуан туралы әңгіме айтпайсыңдар, болды. Өшек хайуандар. Жоқ, мен бері қараңдар. Алла Тағаланың кереметтігі, Алла Тағала адамды неден жаратқан? Маймылдан. Маймыл? Топырақтан жаратқан ғой? Олайдан жаратқан. Өзінің атасын айтып жатыр да. Бұл маймылдан жаратқан да. Негізі жалпы адамды топырақтан жаратқан шығар. Міне соған мен сендім мен. Шынымен Алла Тағала адам топырақтан жаратқан. Мына қарайымдағы жүсіпке қараймда топырақтан жаратқан, міне қарашы. Өйткені бұны жаратқан кезде Алла Тағала алай жатқызған, алайда аз жатқызып қойған. Содан кейін адамның жоспарын орындау керек, пәлен адам шығару керек. Сонымен қайткен әйтеуір бір-бір сабанын көбейтіп, жәндегі топырақтарды қосып өсіп салбыратып бүйтіп қойған. Дұрыс па? Мінекей тура сондай. Сен ше?
Ай, енді бізде енді лай болды ғой. Бошық болған ғой бізде. Сені жаратқанда Алла тағала қалғып отқан, ұйықтап отқан, білдің бе? Асықпай да, асықпай. Қалғып ұйықтап отқанда қалай жасағанын білмей қойғанда, үлкен бір дөу батпақта алғанда басыңа бір ұрған. Басыңнан бетің үлкейіп кеткен мұржып. Тағы бір үлкен батпақта алғанда алдыңа бір ұрған. Тағы бір ұрын алғанда артыңа бір ұрған. Ортасынан сипап жіберген бұлай. Бұды! Бұды! Жаң сендерге әңгіме айтуға болмайды. Ел жұрттың алдында тұрды. Сипап жет дегенде міне біле қалды. Былайсын ба кетіле бұл. Мен амандасып жүр, ел жұртпен амандасып. Концертті бастап, ойын сауықты бастап, құттықтап жүр керек. Бір кетіле бұл. Сүйіндір. Бар. Мынау Бара дегенде бір айтқан сөзді ұқпайды. Сен автырсың. Сен де бармадың ба? Мен күтем, асықпаймын, күтем, айта бер. Мынау жынды шығармай. Бір тойда екі жаршы болмайды деген сөз білесің бе? Жоқ, айта бер, асықпаймын мен. Жалғыздық Алла тағалаға жарасқан. Қалғанында жұп-жұпмен екеуі жұп бірге бастап, бірге аяқтайды екен деп. Болмайды ол. Екеуміз бір. Сен құттықта болмаса, мен құттықтайын. Осыған келісіп олайық. Сен тағы да бастық өзі нағып кетті деген әңгіме болмасын. Басынып кетті. Бастасаң, бастайсың несі бар? Сыйлау деген жоқ екен да сенде, бастықты сыйлай сала, осы бастайсың деген. Бастай беріңіз. Елдің алдында айтып қойдың. Сен бастасаң, бірақ былай болсын. Әңгіме былай болады. Жақсы сөзіңді айт. Мақұма, әдемі сөзіңді айт. Мына жақтағы артистерді мақтап қой. Халықтың өзін де мақтай сал. Мен бара берем, жақсылап әдемі. Міне, біздің Шаншар театрының Шаншар театрының талапты директоры осы. Айтып тұрған сөзін көрдің, мен бастаймын ма? Кинг-Конг дедіңдер мен маны күліп тұрғанын көрдің бе? Ең ірісі жақсы Кинг-Конг емес пе? Қабансың анда. Қағазың бар мені? Ұялмайтын бетке талмайтын жақ береді дегенде, ұялмай сөйлей бермекші ғой. Қашан көрсең өзі бастайды. Мен бастаймын бітті, тұра береді, біт дейіп. Осылай. Сөзім бар мені. Айтам ғой, айналайын өке, мен де бір рет бастап көрейді, мен бізде біреудің баласымыз ғой, әлпеш деген. Айналайын. Десем, 7 айлығында ұзыңа жармай туылғасын сен. Бетің жоқ, етің жоқ. Қайтып бастайсың, менде ет те бар, бет те бар дейді. Мен сияқты арық папал, білдің бе, арық папал. Мен сен сияқты семіз болып кетейін. Бетін салбырап жүр сол. Бастықтың көзінше жаман емесің де. Ұйықтағанын көрсең, бұның бар, ұйықтағанын көрсең. Ұйықтаған кезде, қорылдаған кезде көрпесі 1 метр көтеріп тұрады бай. Жоқ бітті. Оймай өліп қалды ма деп қаласың? Кім айсың? Жарты сағат өтеді. Онда да жоқ. Бір кезде қасына барып тұрсаң, жер дүниені күңірентіп, жан жағынан қорылдаған дыбыстар шыққан кезде, ой, жаныңды кіргізеді. Міне, мынау жақсы бұл кісі негізінде. Айтып жатырмын. Шаншар театрының директоры, мақтап қояйын да сізді. Басшымыз білет бәрі. Білет, таниды. Орта Азия күлік жәрмеңкесінің лауреаты. Жоқ, керек жоқ, рахмет. Президенті ерен еңбегімен наградталған. Қойшы. Деген медалімен наградталған. Уәлибек Абдраимов. Рахмет. Жоқ, рахмет. Рахмет. Ақырман басып, өз бастайын әп келді ғой. Міне. Президенттің ерен еңбегімен наградталған. Деген медалімен наградталған. Уәлибек Абдраимов. Танит, бот, қой. Бот, керек жоқ.
Айта берсең шапалақ ұра береді бұяқта. Президенттің ерен еңбектегі медалімен наградталды. Уәлибек Атаев. Мақұл, жүсіп Ақшабаев. Ойбай. Чарлан ба кәйте. Ол мен фамилиямды айтқысы келіп тұрған жоқ ол. Өзің қашан айтады екен деп айтып жатыр. Байқадыңдар ма? Кетіп бара жатқан үзіліп келген жоқсыңдар ма? Дыбыс естілген жоқ. Шиқып кетіп бара ғой. Сүйек қой, сүйек. Сүйек болғаннан кейін шиқылдап жүреді өзі. Біз Құдайға шүкір майланған адамдармыз. Мен келген кеткені білмейді, байқадыңдар ма? Мен қалай. Бұл түнде мынандай свет жарық көп болып, сондай болып, қайта реңі әжептәуір болып көрініп тұр ғой. Түнде көрсеңдер, ужас көргендей боласыңдар. Ана скелетке мұрт жабыстырып қойғандай болады да. Бұны ұйықтағаның көрсең, адамның ұйқысы емес енді. Бір ойың басқаша қалып кетеді. Адам болса, мен ұйықтасам, бүкіл сол жердегі 2-3 үй біледі мен ұйықтап жатқанымды. Құдайға шүкір бар екенімді білдіріп тұр. Әдемілеп тұр. Бұны ұйықтаса нервің, шервің. Бұнікі мынандай. Шарадың кезде, ой Алла. Енді барып сіздерді төрт көздеріңіз түгел келді-ау. Әлі кешек білетіндер бар негізінде. Оларды күтеміз 12-ге дейін. Еліміз ғой, өсіп жүреміз ғой. Кешік келгендерге айтарсыздар, мына беті бір жиып күтті сөйлемеге айтасың енді. Анау айтады, екеумізді қыз қылып жаратып жерсе дейді, Алла тағала. Не болады мен дейді маған. Не болады, не ештеңе болмаймын. Ол айтады, қыз қылып жаратып жерсе, мен сұлу керемет болатын дейді. Неге? Өйткені мода көрсететін, сән көрсететін қыздардың бар, жіп-жіңішке болады екен. Сонда мына ойлап тұр да, жіп-жіңішке сұлу қыз болып шығамын деп. Сұлу қыз болатын дейді. Мен мектепті бітіре салсам, жігіттердің бәрі ғашық болатын еді маған. Мен бірден күйеуге тиіп кететін дейді. Ал сен болсаң өстіп талтаң ет. Өмір бақи байға тимей үйінде отырып қалатын деп болмау. Сонда мен жеңдім деп отыр да, қатырдым деп отыр да. Мен айттым, немене айтасың? Мен заты өмір бақи қыз болып өтемін да деп қойды өмірден. Мені қазіргі уақыттағы, қазіргі жаңа қазақтардың тілімен айтқанда, мені дути дейді. Мен дутимын да. Ал енді келіп жатыр екен әлде, келе берсін, оларға кешік келгендерге сәлем айтарсыздар, бұл күтті деп, барлықтарыңыздың жаңа жылдарыңызбенен Шаншар театрының атынан құттықтауға рұқсат етіңіздер. Мерекелеріңіз құтты болсын.